Әйел кісінің жаннаты ол күйеуі, Құдай қосқан жары. Ер баланың жаннаты ол ата-анасы. Ислам шариғаты осылай байлап қойған. Сол үшін келін, мен күйеуімнің жағдайын жасап, көңілінен шығып жатырмын, бірақ енемнің көңілінен шықпай жатырмын дегені осы жерде үлкен қателікке жол беріп жатыр. Егер енесімен дұрыс көңілінен шықпай, өзінің міндетін атқармай жатқан болса, келін білу керек, күйеуімен арам қатынас жақсы емес ол. Оған жігіт мүмкін білдірмей жатыр. Өйткені жігіт қандай жағдайда болмасын, бәрібір ата-анасының сөзін сөйлейді. Ол да оңаша жүрген кезде тұрады мына жерде. Менің ата-анамды сыйламайды ғой мен қатын. Не істесем болады мұны? Мүмкін ол психологқа барып жүр. Мүмкін мешітке имамға барып жүріп, ақылдасып жүр осы жобада. Не айтасыз? Әйелім сыйламай жатыр. Ал әйел айтып жатыр, мен күйеуіммен жақсымын, бірақ енеммен жақсы емеспін. Сол үшін бұл жерде келін қандай жағдай болмасын, бірінші осы жақсы тұру дегенді енеге, анасына орнату керек та. Жігіттің анасымен. Қалай болғанда да ол кісі үлкен жасқа барған кісілер, өмірде небір жағдайлар болады, адам жүйкесі тозады, адам жасы барған кезде жас бала секілді болып қалады, үлкен кісілердің тез қуанады, тез ашуланады, бәрі тез оларда. Соны жаңа келін ертең осы кісінің жасын берсін маған, енді менің анам сияқты анам ғой бұл да, бізді жаман болсын деп ұрыспайды ол кісі деп әрдайым өзінің сол жақсы жағына өзін жауып отырса, міндетті түрде бұлардың арасы жақсы қарым-қатынас орнап кетеді, міндетті түрде. Егер осыны қазір істемейтін болса, онда жаңағы сеніп тұрған күйеуінің арасы да ертең бұзылады, ол тез арада, ол ұзаққа бармайды.